Елестетіп көріңізші, рахаттанып тамақтанып отырсыз. Сүйікті тамағыңыздан ләззат алып жеп отырсыз. Бірақ кенет тамағыңыздың ішінен бір тал шаш тауып алдыңыз. Сол сәтте бірден тәбетіңіздің қашатыны анық қой, бірақ бұл ештеңе емес, бұдан да жаманы бар. Егер дәл қазір тамақ жеп отырсаңыз, жемей тұра тұрасыз-ау. Себебі бүгінгі видеода біз тамақ жайлы сұмдық шындықты айтатын боламыз. Егер дайын болсаңыз, бастаймыз. Қытайдың Шэньчжэнь қаласының көшелерінде серуендеп жүріп, сіз бұл әйелді көріп қалсаңыз, канализация жүйесін тазартып жатыр деп ойлауыңыз әбден мүмкін. Алайда шын мәнінде канализация тазартып жүрген емес, қоқыстан май іздеп жүр. Иә, кәдімгі тамаққа қосатын май. Бұл жиіркенішті қоспа мейрамханалардағы пайдаланылған майдан жасалады. Ол канализацияда қатып қалған лас май. Оны қайта өңдеп, жануар майларымен және басқа да майлармен араластырып, содан кейін кафелерге, асханаларға таратады екен. Бұл заңсыз әрі таза майға арзан балама. Бірақ Қытайда оған сұраныс өте жоғары екен. Мамандар анықтағандай, мұндай лас майлардың құрамында қауіпті химиялық заттар өте көп екен. Олар әрине асқазан мен ішектерді зақымдап, ұзақ уақыт бойы қолданғанда тіпті қатерлі ісікке дейін әкелуі мүмкін дейді. Ірімшіктің дәмі сан түрлі, бірі майлы болса, бірі тұзды болса, ал бірі тіл үйірер өте дәмді болады. Бірақ бір ірімшік бар, соншалықты жиіркенішті. Бұл ірімшіктің аты касу марцу деп аталады екен. Бұл Италияның Сардиния аймағында жасалады. Ол қой сүтінен және дернәсілдерден тұрады екен. Иә, дәл солай. Касу марцу атауы тікелей аударылған кезде шіріген ірімшік деген мағынаны білдіреді. Сардиния тұрғындары бұл ірімшікті әдейі ашық ауада қалдырады екен. Себебі оған шыбын дернәсілдердің түсуін күтеді. Біраз уақыт өткеннен кейін сол дернәсілдер ірімшікті жей бастайды да, ішіне өздерінің қалдықтарын, яғни нәжістерін тастап кетеді. Нәтижесінде бұл ірімшік шыбын нәжісімен дәмденген тағамға айналады. Бұнысымен қоймай, бұл ірімшік Сардинияда сирек кездесетін деликатес болып саналады. Бірақ әлемнің қалған бөлігі бұған келіспейді. Бұл өнім денсаулыққа қауіпті болғандықтан ресми түрде тыйым салынған. Ең қорқыныштысы, оны жегенде дернәсілдерді алып тастамай сол күйі жейді. Оның кесірінен бірнеше адам ауруханаға түсіп, ішегінен шыбын жұмыртқалары табылған. Біз тамақты қайнатамыз және қуырамыз. Бұған бірнеше себеп бар. Кейде бұл оның дәмін арттырып, құрылымын жақсартады. Ал кейде бізді аурудан қорғайды. Мысалы, шикі еттен. Бірақ көріп тұрғаныңыздай кейбір адамдар мұны білмейтін сияқты. Мысалы, мына орташа қуырылған тауық жолақтарын ойлап тапқан адам. Тауықты жартылай шикі күйде жеуге болмайды. Өйткені сол орташа қуырылған деген атау сальмонелладан құтқармайды. Әрине, Жапонияда осыған ұқсас тағам бар. Оның аты тауық сашими деп аталады. Бірақ айырмашылығы онда тек қауіпсіз арнайы өңделген бөліктер қолданылады. Сондықтан сальмонелла жұқтыру қаупі әлдеқайда төмен. Ал енді бәріне бір ескерту. Ауру болғыңыз келмесе, тауығыңызды жақсылап пісіріңіз. Бірақ сұмдық мұнымен бітпейді. Кей жерлерде нан қамырын дайындау кезінде арнайы аппарат, тіпті қолды да қолданбайды екен. Иә, сен дұрыс түсіндің. Бәрін жұмысшылардың аяқтарымен жасайды. Кейбір өңірлерде қамырдың көлемі соншалық көп болғандықтан, оны қолмен илеу қиын. Сондықтан осылай аяқпен жасау жеңіл көрінеді екен. Әдетте қамырды илеу глютен түзу үшін қажет. Ол судың және ақуыздың байланысын қалыптастырады. Неғұрлым көп иленсе, соғұрлым глютен көбірек түзіледі. Ал бұл нанның жақсы көтеруіне көмектеседі. Бірақ бірде-бір рецептте аяқтағы саңырауқұлақ инфекциясы туралы жазылмаған ғой. Бұл жағымсыз әдіс әсіресе Үндістанда танымал. Бірақ оны бәрібірде жақтырмайды. Бұған дәлел 2017 жылы Кокида қонақ үйінде болған атышулы оқиға. Сол кезде бір жұмысшы қамыр илеп жатқан, бірақ қолымен емес, әрине аяғымен. Ол тіпті бұл істі ғимараттың төбесінде тұрып жасаған екен. 2012 жылы Бургер Кингтің бір қызметкері салат жапырақтарының үстінде аяқ киіммен тұрған суретін түсірген. Ал сол жапырақтар кейін адамдар жейтін бургерлерге салынған. Ол аяқ киімнен
тағамға не түсетінін ойламаған, тіпті сол асты бейкүнә адамдар жейтінін де ұмытқан. Бірақ бұл ақымақтық мұнымен тоқтамады. Керісінше сол суретті бір сайтқа анонимді түрде жүктеп мақтанғысы келген екен. Бірақ ол бір нәрсені білмеді. Интернеттегі фанаттардың сүйікті тамағын бүлдіруге болмайды ғой. Өз бургерінде аяқ дәмі барын елестеткен қолданушылар ашуға болықты. Олар суреттің метадеректерін зерттеп, оның Огайо штаты Мерлин Хейтс қаласындағы Бургер Кинг мейрамханасында түсірілгенін анықтады. Бір қолданушы сол жерге барып, менеджермен сөйлескім келеді деп талап еткен. Нәтижесінде әлгі қызметкер біржола жұмыстан қуылды. Кейде жүрегің айнып, тәбетің қашады, бірақ мәселе тамақта емес, ол алдында тұрған тарелкеде болуы әбден мүмкін. Бұған айқын мысал Малайзияның Куала-Лумпур қаласындағы Радж Банана мейрамханасында болған жағдай. Тек қарап көріңізші, жұмысшылар лас су толған арықта тура көшенің үстінде табақтарды жуып жатыр. Ал ол судың ішінде не барын ешкім білмейді. Химиялық заттар ма, бактерия ма, әлде басқа да лас қалдықтар ма белгісіз. Жақында Луш университетінің микробиологтары анықтағандай, сол сияқты лай сулардың құрамында адам өміріне қауіпті бактериялардың ондаған түрі бар екен. Абырой болғанда видео тараған соң Малайзия денсаулық сақтау министрлігі бұл мейрамхананы мәңгіге жауып тастады. Мынандай көп араны әдетте наубайханадан емес, ара ұстаушылардың фермасынан көреміз ғой, иә. Ал енді ойлап тұрған боларсыздар, бұл аралар наубайханаға қайдан келді деп. Бірақ Қытайдағы кейбір наубайханаларда бұл әдеттегі жағдай сияқты. Мұндай бір наубайханашы моти деп аталатын тәтті пирожный дайындап жатыр екен. Қарапайым десерт сияқты көрінеді. Қант, күнжіт бәрі дәмді болуы керек қой, бірақ тоқтай тұр. Ол жерде қанттан да көп нәрсе бар. Ол әрине мыңдаған аралар. Алайда жұмысшыны бұл мүлде тоқтатпайды. Тіпті кейде ол араларды қамырмен бірге домалатып жібереді. Кей мәдениеттерде мұндайды жақсы белгі деп санайды екен. Себебі олардың түсінігінше аралар тек жақсы әрі дәмді тағамдарды таңдайды екен. Бірақ бір нәрсені естен шығармаған дұрыс. Аралар қайда тек ұшып қонбаған десеңші, ал олардың аяқтарына не жабысса, соның бәрі кейін сол тәттінің үстіне түседі. Қорқыныштысы ол шаң болуы мүмкін, немесе тіпті нәжіс. Келесі дәм жаггери. Көпшілігіңіз бұл туралы алғаш естіп тұрған шығарсыздар. Бірақ осы видеодан кейін бәлкім ешқашан татып көргіңіз де келмес. Жаггери бұл Азияда жасалатын қамыс қантының дәстүрлі түрі. Қант қамысын езіп, шырыннан үлкен қазандарға құяды. Шырын қоюланып, тәтті қатты массаға айналғанша оны қайнатады. Қоюланып болғаннан соң оны қазаннан шығарады. Әдетте бұл үшін арнайы ұзын құрал қолданылады. Бірақ гигиенаға немқұрайлы қарайтындар болса, тура қазанның ішіне жалаң аяқ кіріп өздері алып шығады. Иә, сол тәтті масса олардың кір аяқтарының түбінде жиналады. Кейбірінің аяғында тіпті ескі сандал да бар. Бірақ шын айтқанда солай болғаны одан да сорақы. Осындай дәстүрлі тәттіні мен өмірімде дәмін татып көрмес едім. Ал енді Costco дүкеніндегі жұмыртқаларға келейік. Бір қорапта 150 жұмыртқа. Бағасы бар болғаны $20 да аз. Керемет сияқты, иә? Бірақ сен оның нағыз бағасын білмейсің. 2015 жылы Хелдейл Фарм атты компанияда тергеу жүргізілді. Бұл компания Costcoның басты жұмыртқа жеткізушісі болатын. Жарияланған видеоларда көрсетілген көрініс жүректі ауыртады. Тауықтар тар, лас қораларда тірідей азап шегіп жатыр. Тауықтар жұмыртқаларын әлдеқашан өліп қалған басқа тауықтардың үстіне салады. Көп жағдайда жұмыртқалар науадан сырғып кетіп, жерге құлап сынып қалады. Мамандардың айтуынша осындай кезде жұмыртқаның сыртына қауіпті сальмонелла бактериясы жұғып кетуі мүмкін. 2015 жылы Costco басшылығы Хелдейл ферманың өнімін алуды тоқтатамыз деген уәде берген екен. Алайда 2020 жылы да олардың сайтында сол фабриканың жұмыртқалары сатылып тұрған. Кафе мен мейрамханаларда даяшыларға дөрекі сөйлеуге болмайды. Әйтпесе олар сіздің тамағыңызбен не істегенін білмей қаласыз. Мынау Миннесота штатындағы Дайм кафесінің даяшысы Нора Брайн. Бір күні оған өте дөрекі клиент тап болып, ол әйел ең жиіркенішті жолмен кек алуды шешеді. Ол тапсырыс берген хот-догты өзінің емтемді жеріне тигізіп алады. Сосын ештеңе болмағандай,
хот-догты алып шығып, клиентке жайбарақат ұсынады. Абырой болғанда видео жарияланған соң Нора Брайанды жұмыстан қуып жіберген. Фастфуд қызметкерлері әрдайым таза бола бермейді. Бірақ ақштағы Checkers кафесінің бір жұмысшысы бәрінен асып түсті. Мэриленд штаты Балтимор қаласында түсірілген видеода ол бургердің нанын әдейі жерге тастап, онымен еденді сүртеді. Сосын сол нанды қайта алып, клиентке бургер жасап береді. Бұл жерде бір ғана микроб емес, тұтас колония жүр. Түнде тамақ ішкіңіз келеді ме? Бола береді, бірақ Пита-Питке жоламаңыз. Бұл оқиға Монтанада, Миссуаллада болған. Түнгі 3 шамасында клиент әзілдеп қызға былай дейді: менің сэндвичіме түкірмейсің ғой? Қыз болса еш ойланбастан тура сэндвичтің ішіне түкіріп жібереді ғой. Сосын сөренің ар жағынан секіріп, клиентке тап береді. Бұл адам шошырлық әрекет. Ең сорақысы, мұндай түкіргіш аспаздар жұқпалы ауруларды таратуы мүмкін. Бірақ абырой болғанда ақымақтық жұқпалы емес. Егер Пита-Пит жаман деп ойласаңыз, онда сіз әлі KFC туралы білмейсіз. Әлем бойынша 20 мыңнан астам кафесі бар бұл желі 4-ші ең ірі фастфуд бренд саналады. Демек, стандарттар жоғары болуы тиіс, Бірақ міне қытайлық KFC қызметкерлері қоқысқа тасталған картоп фриді қайтадан алып клиентке беріп жатыр. Бұл өз алдына жиіркенішті, бірақ оны клиенттердің көзінше жасау тіпті сорақы. Және бұл KFC-дағы антисанитарияның соңы емес. Тағы бір видео оңтүстік Африкадан, онда қызметкерлер тауық етін жерге лақтырып, шлангпен жуып жатқан. Ол судың не екені де белгісіз, таза су ма, әлде дезинфекция сұйықтығы ма? Бірақ қалай болғанда да бұл тамақ дайындаудың жолы емес. 2017 жылы Америкадағы тағы бір KFC-де 2 қызметкер салғырттық пен антисанитарияны әшкерледі. Олар бұзылған тағамдарды қайта контейнерге салып, келесі күні қайта пайдаланатынын көрсетті. Ал мына ыдыста 3-4 күн бойы тұрып қалған сұр жасыл масса. Қызметкердің айтуынша, олар оны әлі қолданылады екен. Тауық еті түстен кейін дайындалып, келесі күні қайта жылытып сатылады екен. Осының бәрін көргеннен кейін, көшедегі асханадан да, сауда үйінен де тамақ ішкің келмей қалады екен. Әлемде неше түрлі сұмдықтар бар. Бірақ соған қарамастан адам бәрібір дәмді ас іздейді ғой. Тек енді тазалық пен сапаға көбірек мән берейік. Қалай ойлайсыз, осы сұмдықтардың ішіндегі ең сорақысы сіз үшін қайсысы болды? Пікірге жазыңыз, бәрін оқитын боламын.